Сәлем достар, сіздермен бірге біз айқайлайық жобасы. Сонымен бүгін бізде қонақта кім деп ойлайсыздар? Мен енді айтып кетейін, әрине ол жігіт ой десе ойы бар, бой десе бойы бар. Өзі мынау әзіл әлемін мектеп жасында жүргенде бастаған, Алматы қаласында 5 деген мектепте бастаған, 5 деген топта, одан бері айыса ойнамаған команда şu. İyiyiz dese. 26 КВН Жалпы, Жайдарманда қазақша КВН'ді, бұл орысша КВН'ді ойнаған. Жалпы мына Жайдарманда қанша топ болса соның бәрінде ойнап шыққан біздің өзіміз досымыз, ініміз Нұркен Иманқұлов достар. Сосын 25 теңгеде ойнаған. Сосын біздің қалада. Сосын біздің тойымызды қыз ғұмырында мен жеңшем. Қазіргі таңда Қайсыбірін айта бересің? бүткіл Қазақстанның комедия жанрындағы фильмдерінің бәрінде түсіп жатқан актер. Сонымен, Нұркен, қош келдің. Еркенич. Ойынның шартымен қысқаша түсіндіріп өтейін. Өте оңай. Біз жалпы бесеуміз бір командамыз. Сен білесің ғой, барлығымыз осы қазір саған берілетін 7 сұрақ. 7 сұрақты сен бізге түсіндіруің керек. Ең қызық, біздің құлағымызда наушник болады, ешкімді естімейді. Сен сол сұрақты алып оқисың, сол сұрақтың жауабын білсең, жауабын түсіндіресің, жауабын білмесең, сұрақты түсіндіруің керек. Бәріміз әйтеуір соңында уақыт біткеннен кейін мына жерге жауабын жазамыз, өз нұсқамыз. Егер де бір адам, мысалы, дәнекер дұрыс жауап бермей, қалған төртеуміз дұрыс жауап берсек, бітті, ол сұрақ сол бой күйді. Бәріміз бірдей жауап беру керек. Ең бастысы біз бір топ болып, бір-бірімізді түсініп, ым-жымымыз бір болып, сол сұраққа біз күйіп пісіп, соны табуға тырысып, табайық. Сонда төртеуміз доп деп жалғыз өзі мячик десе болмайды. Жоқ. Сосын бір дұрыс жауап берсек, мысалы, дұрыс жауап беретін болсақ, бір сұраққа 1 минут бонус. 1 минут бонус, ол кейін супер ойында керек болады, оның супер ойынның ережелерін кейін түсіндіре жатармыз. Әр жауап берген сұрағымыз 100 000 теңге. Бәріміз команда болып, егер 7 сұрақ беріледі, 7 сұраққа жауап берсек 700 000 теңге. Одан кейін бізде супер ойын. Супер ойында бір дестен 500 000 ойналады. Егер де мына абай ескертіп кетті, мен қосымша ескертіп жатырмын. Егер бір сұрақ жауап бермей қалса, мына супер ойында болды, бәрі күйіп кетеді. Ол супер ойындағы ережені шартты супер ойында түсіндіреміз. Ал біздің осы бүгінгі жобаны қолдап жатқан ол Мейрам Академиясына соған алғыс білдіреміз. Мейрам Академиясы. Сосын былай, егер де бәрімізге бірдей болып шықса, сосын ол жерде қуаныш, тойлы іс-қимыл дейді. Бір нәрсені істейсің саған сен, біз саған қарап бәріміз бірдей істеп қуанамыз. Келген қонақтың өзінің бір қуаныш білдіруі бар. Ұтылып қалсақ, тоже бір нәрсе айтасың, сол сен істеген біз істейміз. То же самое. Жалпы қалай бұл бүгін көңіл күй? Қалай? Дайынсың ба? Damn shit. Oh my goodness. Бастайықшы. Қуанышын білдірейін ба? Қалай? Жест ба? Қандай? Так, ойбай, жест. Дауыс берім осы да. Қимылмен, сөзмен. Қалай? Жүрекке ұтсақ та анда камераға қараймыз да бәріміз әр камераға қараймыз. Жүрегі нашар адамдар ше. Жүрегі нашар адамдар ше. 1, 2, 3. Былай ма? Егер де нашар болса бүйтеміз. Свайпайте вверх. Свайпайте вверх дейсің бол? Свайп, сол. Қалай? Бәкең білмей қатты да жетем. Осы жерде қайтындар. Былай істейші. 118 емес пе? Сылақшының әңгімесін айтып кеттіңдер ұзындыр. Бастақ? Жарайды достар, егер Нұркен түсінікті болса, бүгінгі айқайлайық жобасының ең бірінші сұрағына жауап беруді бастайық. Кеттік, бізде бірінші сұрақ. Кеттік па? Ал кеттік. We ready for the next battle. Израильдің ақша өлшемі. Израильдің ақша өлшемі. Израиль. Дизайн. Израиль. Индийский чай ма? Китай. Китайский чай. Ақша өлімі. Китайский чай. Не дейді, ё-моё.
Қытайдың ақшасы. Израиль ақшасы. Сен, Израиль ақшасы. Юань қақта, юань. Израиль. Корея. Еврей. Чайная церемония. Чайная церемония. Енді уақытымыз бітті. Нұркен жазасында карточка кейін талқылаймыз. Мына бағдарламаны мен мама, папам, мұғалімдерім көрмей-ақ қойсын. Не тәрбие бергем, не сабақ бергем деп айтады маған. Не жасамайым жақ? Не жазамыз? Примерно түсіндік қой, бірақ. Кешіріңіздер мен. Ай, кешіріңіздер шуады, бәріміз. Кешірмейміз. I'm so stupid. Енді негізі Жоқ, қараңдар еді. негізі қиын емес еді сұрақта, просто Түсіндіре алмадым. Жалпы, мен түсіндіре алмадым ба? Мен түсінбедім. Басы жоқ, Китайға кетіп қалдық қой. Қытай шайы деп түсіндім ғой мен. Қытай шайы. Мен сиян дедің ғой сен. сиян деген жоқ, сіз ғой сияй деген өлеңді айтып жатсыз ба? Өлеңіңіз ғой Аузым сияй. сондай отыр, ана юань деп еді. Мә юань деп. Жәңгір, сен не дедің? Мен кейін соңында түсіндім, бірақ мен ол валютаның аты есіме түспеді. Жоқ, нең валюта айтса енді. Мен көрсетіп отырмын ғой, еврейлердің валютасы не? Бірлігі жаңағы. Ой, бұл мен алыс Ақша бірлігі. Соны айтып отырмын ғой, еврей тасқа тұрады ғой олар анау стена. Мен кейін биткеннен кейін түсіндің, мен шапка, шаштары. Шаштарына жерлер. Жоқ, Я не очень скупый. түсіндірді ғой, бірақ Ұлттық сонда несі бар ғой? тілің ұшында тұр да, соны тілдің бір алып. Жоқ, еврейді мен түсінбедім айтса, білетінім ғой. Есіме түспей тұр. В общем, мен жігіттер, мен Қытай шайы деп жаздым. Кім неге өзін ұқсатады, сол варианттарды лағына деген ғой? Мен де миымаш дегенмен юань деп жаздым. Жалғыз мен Қытай ақшасы дедім. Сен биткенге мен кәріс ба дедім. Қытай дегенде сен Көзді көрсеткен жоқ, мен шаш бюра дедім. Шаш бюра басында Қытайға кеттік қой, бәріміз сен басында Юань емес, Қытай емес деді ғой, кейін бар. Еврей дедім ғой, еврей, Израиль. Еврей былай түсіндіретін еді ғой, по-моему. Мен түсіндірдім ғой, соны көрсеттім, мен мынаны көрсеттім. Шаш бюра. Сен не дедің? Мен олардың ақшасы есіме түспеді, мен брахма дедім. Сен қолына ше Нұркен мынау вообще басқаша. Не брахма да? Мен сондай бір валюта шығарды. Дерхан. Сен не дедің? Жоқ, мен кәдімгідей атын жаздым, кәдімгідей. Еврей ақшасы деп. Не деймін енді? Мен де атын білмедім да, просто ақша елуді. Білейік шыған. Евро Сұрақты оқы. Сұрақ. Израильдің ақша өлшемі. Свайпайте. Шекел. Шекел. Шекер деген неге ұқсайды? Свайпайте вверх, да? Свайп? Да. Свайпайте вверх. Шекелің болсын. Шекелің. Айналайын Нұркен жан. Идиот екен, мен көздерің жетіп жатыр ма? Карточкаларды орнына қойайық. Негізінен сәл ойланғанымызда ше, не ескере берейік. Уақытта жетпей қалды ғой. Жарайды, мен. Жоқ, мен бірақ еврейдің ақшасын шекелді енді есіме түсіп жатыр ғой, енді есіме түсіп жатыр. Білгенсіз ғой Негізі сұрақ қиын болды. Сұрақ қиын. Сұрақ қиын болды. Мейлі, түгілмейік. Иә, түгілмейік. Достар, 7 сұрақтың әлі 6 сұрағы бар алды. 6 сұрағы бар. Достар, біздің каналымызға жазылыңыздар, пікір қалдырыңыздар, Нұркен жайлы пікір қалдырыңыздар. Егер де біздің каналымызға жазылсаңыздар, келесі шығарылымды сіздер басқалардан бірінші болып көресіздер. Жазылыңыздар. Біз айқайлайық шоуы Нұркен Иманқұловпен бірге екінші сұрақтың жауабына көшеміз. Кеттік. Round 2.
Америка құрама штаттарының азаттық мүсініне сыйға тартқан елдің астанасы. Башня, Эйфелева башня. Эйфелева башня. Эйфелева башня. Эйфелева башня. Еврейтер. Франция. Эйфелева башня. Каменная башня. Еврейтер. Эйфелева башня. Эйфелевая башня. Эйфель мұнарасы. Стоп. Парфюм. Стоп. Господин ведущий, мы нашли ответ. Господин ведущий. Так. Все, стоп. Жазамыз, Жазамыз. көрсетпейміз. Болды. Кәдімгі сызу сабағында дұрыс оқымаған екен ғой мектепте. Бұл сұрақ қалай оңайлау болған сияқты ма? Мен по-моему. Мен сразу, мен сұрақты, мен ответін сразу. Жауабын. Жауабын. Я сразу жауабын айттым. Европа жақтан келді ау деймін сұрақ, Саркозидан келді, Саркози. Каменная башня. Макроннан келді. Каменная башня деп естім мен басқа. Жоқ, Эйфель мұнарасы дедім. Эфрейтер деп естім. Сөйтсем. Менікі жігіттер солмын. Эйфель мұнарасы. Эйфель башня. Эйфель мұнарасы. Эйфелева башня. Не деп айтты сол? Эйфелевая башня. Біз бажалар сондай біз. Олар Америкаға сұрақты оқып кешірім сұрайын. Америка құрама штаттарының азаттық мүсінін сыйға тартқан елдің астанасы. Франция. Париж. Мал жүрін ба? Айттым ғой, идиоттың деп айттым ғой. Мен ескерттім, заранее кешірім сұрайын. Мен бәрінді заблуждение. Мен короче, ана патшуым бар ғой, түсіндірейін деп атқан нәрсені. Сіз Эйфель деді сол, Эйфель деген. Мен негіз Парижді айту керек ме? Эйфель. Мен ана хорошо, что ана французский путь. Париж десең де түсінетін еді ғой. Сол мен. Кім? I'm so sorry. Сұрақ келеші ғой. Бірақ сөйлейін ба, не елейсен құспейсің ба? Мәди шақырық. Ё-моё. Сразу ответ деп мен сол Парижді түсіндіремін деп Эйфельді түсіндіріп кеткен ғой. Осы шығарымды өшірін тоқтатасың. Мен еще сразу бледер істеп отқаным қарасайым, Эйфельді салып, мен Париж. Вообще. Охрананы өшіріп. Осымен бағдарлама бітті. Абай, ай бітпей. Охрананы озған шақырайшы. Жаным, денді сақыраны ашаңдар. Жарайды. Карточкалар тастаймыз. Жаңа қалай еді? Дұрыс емес жауапта. Свайпайте вверх и мені бір рет шапалақпен ұрысып тастаңыздар. Вот за мой тупняк кешірім сұрайын. Осын 7 рет істейтін сияқтымыз ғой. Мына неңмен сенің. Дубль күшті емес па? Просто бір дубль жасай беріп шаршап кеттім да, мен де қателесіп көрейінші, 4-5 дубль жасап. Бізде бірінші бөлімде 7 сұрақ. 7 сұрақтың екеуіне дәл қазір біз жауап бере алмай қалдық. Алда 5 сұрақ бар, сол 5 сұраққа жауап беруге тырысайық. Мен сонда мен 200 теңге профукали, да? Да, конечно. Сорян. Мен сұрақ тығыватсың сен біз. Сұрақты бірінші кезекте сұрақты түсініп алшы. Одан түсінбеген жағдайда сұрақты бізге түсін. Саған уақыт. Мен түсіндім, мына кісінің түрі ақ кеттім мен. Мен же Эйфель дедім ғой. Я дедім ғой сөйтіп. Статуясы болды, да. Сұрақты Сұрақтың жауабын білмедім. Сұрақтың жауабын білмедім. Мойындасайшы, сұрақтың жауабын білмедім. Бірақ мойында. Париж берген Астанасы деп аяныш оқымады. Бұл Эйфель башняны Парижді сонымен әкпет бірінші Францияға білдіртіп келді тағаны, одан кейін соның астанасы дегенде үш тауып кетер еді. Біз келесі 3 сұраққа көшеміз. Кеттік достар, бізбен бірге болыңыз. Оңтүстік өңіріне қайныны, батыс Қазақстан жақта қалай аталады? Қайныны. Ё-майо. Оқсай айтсай. Әйелің, братишкасы. Әйеліңнің қайның. Әйеліңнің інісі, Әйеліңнің сіңлісі. Мә қасқа батыста.
Батыста батыс Атырау, Ақтау, Ақтөбе. Атырау, Ақтөбе. Батыста. Қайнінінің Әйелді. әйелінің Балдыз! Балдызға не дейді? Балдыз! Әйелінің сіңлісі. Мүмкін білмейді ғой! Балдыз! Стоп. Жазамыз. Сендерде бір. Ай, осы. Ой, мен жауабы. мама нағашыларым батыстан да. Не дейді? Мә қасқа шатегі. Өзі құта қандай болып, нән сұрақ тұрып кетесіңдер. Айтшиш, қойшиш бұл отсын. Қой қойшиш. Не хауыр аманшылған әс. Қойшиш, айтшиш деп. Ал. Абай, сенен бастайық. Мен түсінігім бойынша әйелінің сіңлісі, правильно? Сен не істеп жатсың ба? Әйелінің сіңлісі. Сіңлісі дедің ба? Мынау сіңлі дегенді білдіреміз? Батыс жақта деп ойладым. Батыс жақта әйелінің інісін деп айтты ғой. не деп атайды? Қайныны дедім. Әйеліңнің братишкасы. Какая разница, онда жауап бәрі бірдей болады, балдыз ғой. Олар қызды да, балды да балдыз дейді. Бізде қызды балдыз дейді. Мен кешірді, менде балдыз бірақ. Менде де балдыз. Балдыз, бәрімізде Сізге балдыз. жуалдыз емес пе? Балдыз екен. Балдыз. Сұрақ тоқыз. Сұрақ. Сөйтсе басқа. Оңтүстік өңірде қайын іні. Батыс Қазақстан жақта қалай аталады? Балдыз. Қуанатын кезде, кет, камераға қараймыз. Чё там под капотом? Бірақ мен бар ғой, мен анау әйелінің сіңлісі деп не қылдым, бірақ. Қалай не аласың? Қайынсы деді ғой бірінші. Қайныны деді. Чисто ерінен оқыдым. Балдыз деген. Атырау, Ақтөбе. Ерінен оқыдым. Сенің ерінен оқыдым. Менің ерінен оқыдым. Абайдың ерінен оқыдым. Абай айтмайды ерінен. Еркек не оқымас не? Не оқиыншы? Әйтеуір, Балдыз, шуалдыз. бір сұрақты алды. Құдайға мыңда бір шүкір, мимикама рахмет әйтеуір түсіндіріп берін бір бәлі. Нұркен. Жай маған айтшы, мен оқимын да сразу бәрін түсіндіріп жүрмін. Мынау енді бір неміз былай болды ғой, таптық, дұрыс жауап таптық. Оқытайық. Кеттік. Бір карточканың орнына қойайық. Алыбыз сымылда. Сонымен айқайлайық жобасы. Біз 4-ші сұраққа ауысамыз. Кеттік достар. 14! Round 4. Finish him. Абай Құнанбайдың өңірінде қыс ақ киімді денелі. Качок. Ақ киімді денелі. Ақ киімді денелі. Дене. Качок. Денелі. Терминат! Денелі. Ақ киімді денелі. Ақсақалды соқыр мылқау танымас тірі жанды. Абай Құнанбай. Денелі. Абай Құнанбаевтың өлеңі. Ақ киімді денелі. Ақ киімді денелі. Культурист. Денелі. Ақ киімді Денелі. денелі. Не, айтсай. Соқыр мылқау танымас. Басқаша қалай түсіндіремін? Ақ киімді Абай Құнанбай. Стоп. Сен сұрақ оқыдың ба? Не айттың? Мен сразу жауабын айттым. Тыңдашы, жазып аламыз, одан кейін талқылаймыз. Биде оқу дайындалмаған не жезім біздің үйге не бердің? Осы ше. Тырғындық шытып жатыр. Осыны білмесеңдер мен енді. Иә, осыны білмесең бағдарлама түсірмей қой сол керек. Жаз, Сакен. Нұрмахан
Нұрмахан болды мынау. Бауырсақтай. Қате кеттім ау осы мен, Жалғыз сен Мен емес, бастаймын. біразымыз кеттік ау шамасы. Так, менен бастайық мақұл. Тоқта. Мен Қанат. Не ағып жібердің сен? айта берейікші. Дәнекерден бастайықшы, дәнекерден Менше бастайықшы. негізі бір өлең шумағын оқыды деп ойлаймын. оқыды. Соның авторын сұрадым ма? Ол жер Жоқ ой, саған айтып отыр ғой, Абай Құнанбаев деп отыр. Абай Құнанбаев ақ киімді денелі деп отыр. Денелі. ақ киімді, денелі, ақсақалды, соқыр, мылқау, танымай, тіржанды. Тіржан, Абай Құнанбаевтың өлеңі. Сосын не? Соның Абай Құнанбаев деп жаздым мен білмеймін. денелі ғой, дұрыс па? Жоқ, сұрақ не болды? Сұрақты оқышы. Сұрақ міне. Абай Құнанбайұлының өлеңінде қыз ақ киімді сұрақ белгі. Не сөз ары қарай? Ну, ребус, денелі деп отыр. Денелі сразу ответін айтып отыр. Денелі, качок, айронмен, бодибилдер. Сен не дедің? Сен не дедің? Культурист. Ал сен. Бекер шетелге оқуға жібердік осы баланы жідігізін. Денелі культурист. Ақ киімді Абай Құнанбаев деп отыр. Абай Құнанбаев сен өлеңі деп отыр. Дұрысқа мен сол өлең. Денелі качок, культурист. Сенікі не дедің? Дұрыс қой, Абай Құнанбаев па? Сен айттың ғой, Абай Құнанбаев. Мен де айтып жатырмын Абай Құнанбаев. Мен кәдімгідей ұзақ ақ киімді денелі ақсақалды жазып бердім. Мен мына Нұрмахан бауырсақтағы денелі кіндігі бар. Денелі. Жауап. Дұрыс емес. Абай Құнанбайұлының өлеңінде ақ киімді ары қарай сұрақ белгі, ақ сақалды Ол бәрі айтқанмен мыналардың қасы культурист болып отыр. Бізде бәрібір де жауап беру керек. Абай Құнанбаев дұрыс емес, Абай Құнанбаев дұрыс емес. Үшеуің жаңа свайп. Үшеуің свайп ақ киім денелі. Болмайды. Полный жазып отырмын. Сәкенмен дәнекер екен. Бір сөзді айта беру керек еді ғой. Мен дене деген түсіндім да. Соны айтып ғой, денелі Абай да көрсетіп отыр. Ақ киімді денелі Абай Құнанбаев деп отырсың. Басынан бастап ол өлең оқып жатыр. Негізі ұзақ емес, біреуінің айтып отыр, денелі болды. Сен бір ғана денеліні өзің көп, мына дене Дене деп айт. Абай қолдап жатыр, сіздер маған түсінбей жатсыздар. Культурист деп. Қара, денелі дегенде қандай культурист дейші. Культурист дейші. Культурист. Денелі деген сөзді айт. Мүмкін айтамай атқан шығар бұл. Денелі деп. Культурист дегенді айтамай ма? Айтамайым, күл. Культурист деп ол айтамын. Достар, дәл осы сұраққа сіздер қандай пікірдесіздер? Мына жерде кім қалай ойнап соған пікір жазыңыздаршы, өтініш. Мынау Дәнекер мен Сәкеннің істеген қылықтарын Енді ата сақал аузына түскен қариялар енді жету қиын. Енді содан да болатын шығар енді. Ана жақ қарай бермеймін. Берді қараса бізде адамымыз. жоқ, бұл енді мыналарын түсіндім да, одан кейін сіздердің түрлерін сразу түсінетін адам мынау мына жерде уклон жасап отырмын деп мынаға Абай Құнанбаев жарты мен бұяққа қарап жатқан себебім мына кісі көрмей жатыр деп ойлап жатырмын да. Бұл шатастырып жібер. Бұл алдыңғы ойындарда мысалға келген қонақ қанатқа түсіндірсе, одан кейін қанат бірден бұрылады да маған түсіндіреді. Оп-оңай еді да. дұрыс қой, мен енді қара, мен түсініп алдым да, біз сразу Сәкенге түсіндіріп бұл түсінбеді. Жоқ, Абай Құнанбаев деген түсінбедің ба? Мен биттім Абай Құнанбаев өлеңі деді. Өлеңі денелі. Абай Құнанбаевты айтпай тұрып мен оның өлең екенін түсініп отырмын, бірақ именно сол тұр берсеңізші түсіндім деген соны. Достар, әші келген адамдар ақылды деп ойламаңыздар. Оның тағы бір дәлелі мінеке біреу сенің жауабыңда дұрыс емеске жатады. Екеуінің очкиін шешіп тастасаңдар қайтып тупик етеді. Бүкіл өлеңді сол кезде көресіңдер. Мен білмеймін, ұйымдастыру алқасы сенің жауабың дұрыс деп ойламын. Авторына үшін жаздым. Ұзақ сөзін не үшін жаздым? Ол дұрыс жауапқа жатпайды. Оны редакторлар бар ма? Редакторлардан сұрайықшы, мысалға қанаттың жауабы қанағаттандырылық па? Дұрыс па, дұрыс емес па? Жоқ, енді ол уже біліп қойған екен айтып отыр. Мынау Абайдың жауабы дұрыс па, редакторлар? Абайдікі. Мен красавчикпін ба, редактор, ашы? Жарайды, жігіттер, болды. Сөйт өшіп қалған ба? Бұл жерде енді бір
Біреуміз дұрыс емес жауап Оқтаймыз. Қаншасы сұрақ? 4 сұрақ кетті ғой. Қазір Біреуіне бізде қалды. кезекте. Бірақ мен бонуста. Жоқ, бізде қазір 5-ші сұрақ емес. 5 сұрақ? Иә, 5 Әлі сұрақ бар ма? Мен ескерттім. Я идиот дедім. Так, жарайды, жігіттер, бұл тыныш кеттік бізде. Мен мұңаймек. Бәрі алда. Достар, бізбен бірге болыңыздар. Біз 5-ші сұраққа көшеміз. 5-ші сұраққа тупить етеміз. Кеттік! Мы сегодня тупим. Әнші Айбек Жансейітовтің сахналық аты. Активист. Айбек Жансейітов. Беркут. Әнші бүркіт. Әнші. Қасында Айша бар. Айша бар қасында. Айбек. Айша ма, Беркут па? Петух. Сахналық аты кім? Айбектің сахналық аты бүркіт. Аты кім? Я, лақап аты кличка. Айбектің кличкасы. Айбектің лақап аты. Беркут. Аты Айбек. Стоп. Осы құртпаса қазір. Құртам? Білмеймін. Стоп. Охрана, дайын бол. Eagle. Құдайым-ай. Я, сонымен? Осыны табылмасақ еді. Я? Биледі де, ешқандай не жоқ. Биледі, бұл жерде дұрыс па? Топ несі та? Қайдағы топ? Топ емес. Екеу ғой? Екеу несі? Дуэт қой? Дуэт деген топқа жатпаймын. Жоқ, Мен дуэт жайлы ешқандай әңгіме қозғамаймын. дуэт деген жоқ қой, күйеуі, әйел, сол күйеуі. Екеу бірге айтса дуэт болмай ма? Қарайық. Бүркіт. Сен кіші. Оқшы. Оқиын. Әнші Айбек Жансейітовтің сахналық аты. Мен Айбек не дейін білем, айтпақшы. 1, 2 3 Чё там? Молодцы, ребята. Беркут ренжіме. Немене дуэт деп адам... Жоқ, Айшамен бірге... Жоқ, мен кейін бұдан сұрадым ғой, Айша ма демем, жоқ, Айша бүркіті деді да, бүркіт. Бір сұрақ. Ай, момент. Регламент жоқ қой, түсіндіруде жалпы. Жоқ. Бар ма регламент? 1 минут қой музыка минут. Бізде мынау стоп деп отқан кезде құлаққа 1 минутқа шейін ақыл ғой, 1 минутқа шейін бір адам емес, бәрін түсіну керек та. Мынау енді түсінді ғой. Көрдің? Бұл Айша деген түсінді. Сенің миссияң бәрімізге бірдей түсіндіру. Сен біреу абай түсінді ма? Бағдарламаны басынан түсіруге бола ма? Жоқ, мен карточкаларды оқытайын. 59 секундта біреулер түсініп отыр. И то біреудің арқасында. Бүйтіп барып ше, бұрынғы атыма кім? 5-ші сұрақ кетті, енді 6-шы сұрақ. Мен басында ше бүркіттің шын аты кім деп. Мен жаным қалмады ғой мен. Айбек деген жаным қалмады ғой. Жоқ, Айбек бүркіт деген екен. Петух деп ойладым. Петух деп отыр барын. Қорас, қандай петух? Айша деген, анау күйеудің. Ладно. Сөз жоқ па? Стоп. Осындай позитивпен, осындай көңіл күймен келесі. Аплодисменты деп жазып қойық. Нұрген, келесі. Біз достар келесі сұраққа ауысамыз. Бізде келесі сұрақ 6-шы сұраққа ауысатын боламыз. Кеттік. Ой, тәлпішленбей алшы сен де ертерек. Серғазы Тоқтарбеков, Секавайнс, Жеңіс Омаров, Жека Петбали, Нұрлан Батыров, Темірхан Асылбек, бұлар кімдер? Түсініп ал. Секавайнс. Сека.
Сека Вайнс. Инстаграм, привет, сторис, блогер. Сұрақты алдарып блогер. Қазір Инстаграм деген шыққан. Қазір Инстаграм деген бар. Блогер. TikTok деген бар, ата. Блогер. Вайнер, ей. Атам очки буланып кетті мына сүрчі. Өлесіңдер, ме қайтесіңдер? Бір адамға түсіндіреміз деп. Бүгін терлейтін жерін бәрі теледен. Терлейтін жер. Так. Бұны енді... Так, копилкада 100 000 теңге сияқты. Оңай сұрақ Короче, оңай сұрақ түсті деймін. Супер неде 500 000-ге, уверен 500 000-ді аламын. Еще мақыл 2 сұрақ 200 000 кетіп қалды. Примерно 700 000-ға нормально отыруға болды. Сакеш, жауап. Менен бастаймыз да не? Жарайды. Блогер. Аллилуйя. Блогер. Құдайға шүкір деген. Бүкіл тілді айтып шығады. Блогер. В копилке есть Сұрақ тоқы. Ұқсайшы, айналайын. Серғазы, короче, Сека Вайнс, Жека Фэтболи, Батыров, Терри Тима. Бұлар кімдер? Мать моя женщина. Вайнер! Мен айттым өзімдер Вайнер деп. Сендер ернімнен блогер деген. Я блогер деп. Мен Вайнер дедім. Мәсара. Жоқ, сен я блогер деп шемен қатып қалдың. Мен блогер. Қайтем, мен айтты ма, оқшы деп блогер деп. Бірақ құрметті редактор, бірақ олар да блогерге жатады ғой негізі. Это риторический вопрос. Қызметіне қараған кезде. Блогер деген бөлек, Вайнер деген бөлек. Мен айттым соны Вайнер деп. Просто сендер блогер дегеннен кейін бәрі блогер деді ғой қой деп мен. Қазір блогер деп қой. Не үшін? Влог қой, Влог болып жазылады ғой. Влог. Видео влог. Блогер деп қойғанбыз ғой бәріміз. Сендер идиотсыңдар да? Мені идиот қылып отқан. Онда Вайнер десің ба? Бәрі-бір. Вайнер ма? Вайнер түсіндіре алмадың ба сонда? Сека Вайнер. Мен өзім блогер. Оқуым көреді, жауап сұрағын оқыдым ғой, бұлар кімдер? Сен өзіңе оқыдың ғой, бізге оқуың керек. Сека Вайнер бірнесе анау-мынау кім? Дұрыс қой, бұл блогер деп жауабын солай түсінді, сразу жауабын түсіндірді. Извините, что я туплю. Бұл сұраққа мен де қателесетін ем. Шыны керек қателесетін сұрақ екен. Бірақ кім біледі, мен де қателесетін білдім, мен де блогер едім. Жалпыламас блогер деп айтылады. Таптың ғой мен неге Вайнер, просто сендерге еріп. Жеканың айсын жеп. Бірақ негізі жігіттер бір не айта кететін, ол мысалға біз енді бұл осы бағдарламаны төртеумізден жүргізуші ретінде ол бізге кішкене жеңілдірек, отырған адамға, 4 адамға бірдей түсіндіру деп ойлаймын да. Сондықтан да қазір мен болғанда дейміз да, қазір біз енді Вайнер екенін жауабын білгеннен кейін, барлық нәрсе оңай сияқты болып қалады. Келесі мен түсіндіруде соңғы сұрақ. Нұркеш, бізде соңғы сұрақ. Бірінші блоктың соңғы сұрағы. Мен сонда бір-ақ сұраққа жауап бердім. Екі сұрақ. Сен қара. Жауабын өзі білген өзінде. Бір рет оқып өтші сұрақты. Бірімізге анау. Жоқ ой, мысалға ол кешіріңіз аға. Уақыт жоғалтып аламыз ғой. Бірген. Қарсылай жаңағыдай. Қазір соңғы сұрақты егер біз таппасақ та, егер таппай қалсақ, сен күйзеліске түсіп, көңіл күйің түсіп кетпеді. Себебі біздің сенің алдында Нұрбол деген қонағымыз 2 минутта супер ойын ұтып алған. А это ни о чем не говорит мне как-то. Мне ни жарко, ни холодно, мне как-то. Карточкаларды орнына қояйық. Жігіттер, бірінші бөліміміздің 7-ші ең соңғы сұрағы. Достар, 7-ші сұрақ. Ал! Бос. Көне грек мифологиясында Прометей Олимпте не ұрлап адамдарға сыйлады. Прометей
Вермешен? Грек мифология. Вермешен? Жоқ, грек. Андай. Грек. Көне грек. Прометей. Олимптен не ұрлап алып кетті? Олимптен не ұрлады? Вор ұрлап алып кетті. Ұрлап алып кетті. Прометей что украл? Прометей. Ұрлап алып кетті. Ұрлап алып кетті. Адамдарға берді. Ұрлап алып кетті. Адам не берді? Прометей ұрлаған не? Баласын берді оны. Геракл. Баланы Стоп. Да, мультфильм. Болды, тыныш талқыламаймыз. Болды. Буцефаласы бар оның қасында. Буцефала. Я тағы да бір тупить етейінші. Тоқта оқымайшқа тағы. Вообще кәдімгі. Негізі қиындау сұрақ сияқты болды. Жоқ. Сұрағын. Сұрақты оқиын. Көне грек мифологиясында Прометей Олимптен не ұрлап адамдарға сыйлады? От қой. От ұрлады ғой. От ұрлап адамдарға сыйлаған жоқ Сен не деп жаздың енді? Мен бұл түсіндіре алмады. Бұл от деп түсіндірген жоқ. Ой, Не ұрлады дедім? Не ұрлады? Менше, бұның аузына грек деп түсіндіріп бердің да. Бұл анау бір несін жаңағы мультфильм дегенге сөйтіп мен грек, может мен Шректі грек деп түсініп атқан шығарым дедім. Геракл ма десем, я деді ғой ма? Соның досы дедім де ешек. Геркулеса же ұрлап кететін еді ғой. Геркулес, полубог. Ешек. Мен может Шрек грек деп ойлап. мультфильмді айтты ғой бұл негізі. Мен шынымды айтайын ба, өзімнен де айтайыншы. Жаңағы полубог, получеловек ұрлап алып кетеді ғой, Зевстің баласын. Оны әкетпейді, ол сияқты туылады жерде, полубог болып. Да? Ұрлаған, айтып отыр ғой, не ұрлады деді. Не ұрлады? Бұл Геракл. Сен не дедің, Сәкен? Геркулес, Геракл. Геркулес. Мына қалай түсіндірді, сөйтіп жаздым. Мен от дедім. От дедім мен. Вай. Сендер түсіндіңдер ма сұрақты? Мен соңынан мен түсіндім. Мен соңынан Грек мифологиясында Прометей ұрлаған адамдарға. Бірақ мен білмеймін, бұл дұрыс па дұрыс. Бұл да дұрыс емес болуы мүмкін. Ешек дегендер. әркім өзі Шректің досы деген. Ал ондай болса сұрақты оқыдық қой, сразу Отов. Мен осындай кезде не өшімді аламаймын. Ондайға жоқ менде. Вот. Міне оққан адамдар көріп тұр ғой. Әркім өз атын жазып отыр ғой. Бог мне помогает. Тупить етем дедім. Сен не дедің өзің? Геракл дедім. Мен бұған қарап Геракл ма десем, я деді ғой. Мен сол сабақтан қашпау керек еді. Қандай жаңа? Свайп потерял. Негізінен Достар, оқуын керек етсін. болды. Оқыдым ғой. Өтті кетті, табамадық. Дұрыс емес болды жауабымыз. Екінші сұрақтың жауабы енді. Бұл біздің бірінші бөлімде қорытындылайық. 7 сұрақтың 2 сұрағы. 2 сұрағына ғана жауап минут бердік. уақытымыз Демек бар. ол бізде супер ойында 2-ақ минутымыз бар деген сөз. Енді Нұркен, қара саған супер ойынның несімен таныстырып өтейік. Қазір енді біз саған түсіндіреміз. Кезек 2 минутта 4 сұрақтың жауабын сен табуың керек. Саған түсіндіремін. Мысалға қара, мысалға Қазақстанның астанасы Нұрсұлтан, сен мысалға бұл жерде жазу деген жоқ, айта бересің көп варианттар. Нұрсұлтан, Ақтөбе, бірден дұрыс жауап, әйтеуір бір сұрақ түсініп сол дұрыс жауабын не қылсаң, екінші адамға ауысып кете береді. 2 минутта бізде сол ғой жаңа бонус деген. Сол 2 минутта біз үлгерімді дұрыс жауап берсек, бәріне 500 мың теңге супер ойында. Ана жақта 200 мың теңге. Төртеуінде егер де жем шықсаң, анан жуып шаясың сен. Бізде енді Сенде шанс бар. Енді қонақтың өзіне сұраймыз ғой. Енді сенде
қалай сен таңдайсың бойынша? қалай бастаймыз былай қарай бастаймыз ба қалай былай бастайықшы жоқ бүйтсе болады былай бастап бүйтіп өтіп кетуге болады. так сонымен кімде кім қалай болады Болады. Менен басталады. Дәкең бастайды. Қанат, Сәкен, сен соңында. иә мен соңында ма иә Шаруаң бітті сен. Үшінші сұрақты Сен шаруаң. қара. айттым ғой бүйтіп өтіп кетейін Бастамаса айта бер жаңа. Сөйлей бер. Тоқтама. Мына жасылдарға қарап отырамыз. Иә. Менен кейін Қанат кезек сенікі болса, Болды ғой, мына болды. жасылды көрсең сразу екіншісін ала бересің. так енді мен біле аламын ба Құрметті достар, айқайлайық жобасы. Бізде қонақтармен тағы да естеріңізге сала кетейін, Нұркен Иманқұлов. Бізде супер ойын. Біз бастаймыз. бар жоқ бізде 2 минут Супер блиц. 4 сұрақ. Так, ертегі кейіпкерлері Таусоғар, таусағар көл таусар және Таусоғар, Саққұлақ. Таусоғар. Ертегі. Ау, кино. су таусар желаяқ Қолдықтан хандыққа дейін көтерілген Мысырда 17 жыл билеген сұлтан. басқа ерін бересіздер ма мына кісіге Қолдықтан хандыққа дейін көтерілген Мысырда 17 жыл билеген сұлтан. Сұлтан, 17 жыл билеген сұлтан. Хан. Айтсай, Қасым хан. уәзір Бейбарс. Сұлтан Бейбарс мамлюки Біздің жігіттер, Шымкенттің жігіттері қандай? логопед срочно логопед Біздің жігіттер әні Шымкенттің жігіттері қандай? шымкенттен шыққан Шымкенттің жігіттері қандай? Ерболат Құдайбергеновтың біздің жігіттер әнді Шымкенттің жігіттері қандай? мына кісінің ерін Оқсай. оқи беріңіз Шымкенттің Ерболат Құдайбергеновтың Шымкенттің жігіттері қандай деген әні? шымкенттен Қазақстанда ма? шымкент дейба Шымкент, не? коттеджлер Оқсай, Ерболат Құдайбергеновтың біздің Шымкенттің біз жігіттері әні. шымкенттер Техас ойбай аузына су алып кетті Техас Ерболат Құдайбергеновтың әні біз Шымкенттің жігіттері қандай? шымкенттің жігіттері зың шымкенттің жігіттері қайсар шымыр екен шымыр давай ресей аю қытай айдаһар қазақстан барыс я устал не секунд Празднование. Ана 29,5 секунд. Мен бірінші оқыңыздаршы бірінші мен оқимын. Ертегі кейіпкерлері Таусоғар, мен бәрін айтып шықтым. Көл Таусар және Таусоғар көл таусар желаяқ желаяқ. Мен аны бүйтіп кім еттіп кейін жүгіріп сразу өзіңіз де ұқсайсыз ғой мультфильмдегіше Мен оқиын. Құлдықтан хандыққа дейін көтерілген Мысырда 17 жыл билеген мынарында қалбар Бейбарс. мына қызық болып тұр шынымен бізде доғасы түсіндіріп жатыр да бүйтіп тұрында тістері жіберіліп жатыр да ерін жіберіліп жатыр сұрағыңды оқышы Ерболат Құдайбергеновтың біздің жігіттер әнді Шымкенттің жігіттері қандай? біздің шымкенттің жігіттері қандай деп жазды шымыр Шымкенттің жігіттері шымыр екен қазананыр менікі оңай ресей аю қытай айдаһар қазақстан барс бірден Маған ұзын сұрақтар келмейді. бар сен мен демедіңіз ба Нұрболдан 29,5 секунд. Нұрболдан озды. мен бекер IQ мықты қосылайық жігіттер. Жалпы қалай болды? Меніңше өте кәдімгідей тартысты. маған ұнады соңғы секундтарда жеңісті кәдімгідей жұлып алды Нұркен молодец кәдімгідей барыс дедім кәдімгідей болды Нұркеннің Неге маған бұндай сұрақтар келмейді? Нұркеннің мимикасына жеткізу қиын. түсіндіретін едім мысалға
Бұл сұрақ бүйтіп жүретін еді бүйтіп мына жерде. Ловушка камералардың алдына келіп бүйтіп. Жоқ, мощный негізі. Ал сонымен достар, бүгін бізде қонақта болған әрине керемет, көңілді жан Нұркен Иманқұлов. Біз тағы да осы кереметтей Мейрам Академиясына алғыс білдіреміз. Себебі осы бізге қолдау көрсетіп жатқан. Thank you so much. Құда қаласа жазылыңыздар, комментарий жазыңыздар, тіркеліңіздер, пікірлеріңізді жазыңыздар. Кімді шығарып жібереміз келесі бағдарламада. Достар, сіздер келесі бағдарламада қандай жұлдызды көргілеріңіз келеді, оны да жазыңыздар. Пікір ретінде жаздырып берсеңіздер болады астына. Нұркен, рахмет. Табыстар тілейміз саған. Рахмет. Жоқ, қайқа барып қалыңыз? 500 мыңды алдым ғой мен де. 700 мың ғой. 700 мыңды алдым. Нұркен, бүгін бізде 700 теңгенің 700 мың теңге болғанда Менің Арман деген бауырым бар. Сум, главный 700 мың. Соның досы бар, оның да аты Арман. Достар, келесі кездескенше бәріміз бірге Айғайлай!